Ал саламатсыздар ма балалар? Отыра қойыңдар балалар. Денсаулық болып күлуің, көңіл күйің жадырай, денсаулық болып жүруің, ешбір жерің ауырмай демекші балалар. Біз бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Сонымен балалар, бүгін біз сабақ соңына дейін мынадай нәтижелерге жетуіміз керек. Адам ағзасындағы микро-макроэлементтерді білуіміз керек. Тыныс алу мен фотосинтез процесінің маңызын түсінейік. Басым көпшілігіміз балалар адам ағзасындағы элементтердің мөлшерін табуды, есептер шығаруды түсінуіміз керек. Тыныс алу үдерісін химиялық реакция арқылы көрсете алуымыз керек. Кейбір оқушылар адамның тыныс алу үдерісіндегі айырмашылықты көрсету білуіміз керек. Ал сонымен балалар, біз өткен сабақта тағамның құрамындағы химиялық элементтерді сипаттап өткен едік. Ал енді бүгін мен сіздерге көкөністер мен жемістерді сыйлық ретінде алып келдім. Ал енді балалар, мен сіздерге осы көкөністер мен жемістерді тағамның құрамында қолданатын болғандықтан сіздерге алып келдім. Қазір сіздер осы алып келген көкөністер мен жемістердің қайсысы ұнайды, соны таңдаймыз. Бір-бірден ортаға шығып аламыз балалар. Өздеріне ұнаған жемістер мен көкөністерді таңдап қойыңдар. Жұмабай, қаны нені алдық көрейік? Мен қолымда киви, оның ішінде магний элементі бар. Арман, нені таңдадың? Менің қолымда құрма, бұл цитрус өсімдікке жатады. Бұның құрамында С дәрумені бар. Жарайды, тамаша. Сонымен Арман құрма жайлы айтып кетті. Құрманы біз неге қыстың күні жейміз балалар? Өйткені ол ыстық аймақта піседі, біз оны қыста жейміз, ол иммунитетке өте пайдалы. Жарайды, тамаша. Жансая, көкөніс таңдадың ба, жеміс таңдадың ба? Мен сәбіз таңдадым, себебі оның құрамында калий, натрий, фосфор бар, және ол бойдың өсуіне, көздің көруіне жақсы көмектеседі. Талғат жеміс таңдаған екен. Мен қызыл алманы алған себебім, ол жасыл алмадан қарағанда тәттірек. Жанел, нені таңдадық? Мен картопты таңдадым, себебі оны барлық тамақтарға қосады, оның құрамында калий, көмірсу, крахмал бар, ол жүрек қызметін жақсартады. Жұлдыз, қандай жемісті таңдадық? Мен апельсин жемісін таңдадым, өйткені ол маған өте ұнайды. Оның ішінде калий, магний элементтер бар, ода С, А, В6, В9 дәрумендері бар, одан әртүрлі мармелад, шырындар және косметикалық маскалар жасалады. Дариға, сізге не ұнаған екен? Мен сүйікті көкөністің жүгері, себебі оның құрамында ПП, Е, дәрумендері және калий, кальций, фосфор элементтері бар. Ал Аяжан, біз қандай көкөністі таңдаппыз? Мен қиярды таңдаған себебім, ода магний элементі бар, және де ол теріні жақсартады. Майди айта ғой, біз нені таңдадық? Мен қызыл бұрышты алдым, өйткені ода А, С витамині бар, және А витамині бар, және магний элементі бар. Біржан бізге қандай қызықты ақпарат береді? Мен қолымда қызанақ маған қатты ұнайды. Ол органикалық дәрумен. Оның ішінде В, ПП, С дәрумені бар. Алма, қандай жемісті таңдаған екен? Көрейік. Мен алдым алма, оның ішінде темір бар. Ол темір жақсартады. Яғни қанның көбеюіне көмектеседі екен. Солай ма балалар? Жарайды, Алмат. Сонымен егер ағзада темір жетіспесе тағы қандай ауру болуы мүмкін? Анемия. Біз өткен сабақта тағамның құрамындағы көмірсулар, натрий, ақуыздарға сипаттама беріп өткен едік. Енді сол жұмысына байланысты мен сіздерге тесттік жұмысын дайындадым. Қазір
соткаларға немесе нетбуктарға кіресіңдер да мен мына ссылканы жібердім, ол ссылканы басып тестті орындаймыз. Орындаған тесттарымызды мен мына жерде қорытындысы келді, қорытындысы бойынша айтып кетейін. Бізде 16 сұрақ болыпты, 16 сұрақты өте жақсы түгел жауап берген бұл Жансая, Дариға, қараймыз, Нұржан және Арман екен. Яғни қарап отырсаңыздар, шағында бізде, таққа қараймыз, біздердің балаларымыз мұны график түрінде берген екен. Қараңыз, яғни бұл үй тапсырмасы бойынша сіздер ақыл көбісі нарғыздарды қалай түсіндіргендеріңіз бойынша қорытынды. Енді алған балдарыңызды қазір бақылау парағына екінші тапсырманың жағына жазып қойыңыздар. Денсаулығымыз мықты болу үшін біз дұрыс тамақтануымыз керек екен, ағзаға қоректі заттар керек екен. Сондай қосылыстарға, яғни біз жатқызады екенбіз, минералдар, дәрумендер, талшықтар, сулар. Ал қаны айта қойыңдаршы, минералдар дегеніміз не? Ал жаңа минералдар дегеніміз аз мөлшерде қажет ететін отыра ғой, яғни адамның ағзасына керек екен. Келесі дәрумендер. Дәрумендерді де біз күн жолы айтып кеттік. Ал Дариға айта ғой. Жарайды, отыра ғой. Біз қандай элементтен тұрады екенбіз? Элементтер белгілі бір атомдардан тұрады да. Атомдар бұл бөлінбейтін бөлшек екен, ең кішкентай. Әлемдегі барлық материалдар жасау үшін біз әртүрлі элементтерді қолданамыз. Сол сияқты адамдар да элемент атомдарынан тұрады екен. Сонымен балалар, жаңа бейнероликті қарап шықтық. Яғни мұнда қандай элементтерді көрдік біз? Қаны айта қойыңдар, жаңа оттек, отыра ғой, талғат, көміртек, аяжан, сутек. Осы элементтерді ағылшынша еске түсіріп өтейік шыққанын. Кім айтады? Ал Жансая басташы. Оттек, оксиген. Оксиген, аяжан. Оттек, карбон. Аяжан. Сутек, карбон. Элементтер бізде ағзада көп мөлшерде кездеседі және аз мөлшерде кездеседі. Көп мөлшерде кездесетін элементтерді біз макроэлементтер дейміз. Ал тақтадан айта қойыңызшы, макроэлементтерге қандай элементтер жатады екен? Жұлдыз айта қойшы, қандай элемент? Оттегі. Оттегі, Көміртегі. көміртегі, Сутегі. отыра ғой. Ал Арман? Арман айта қой. Азот, кальций, фосфор, калий. Жеткілікті. Келесі Талғат айта қой. Күкірт, хлор, натрий, магний. Магний элементтер отыра ғой. Яғни бұл элементтер ағзада 99% кездеседі. Ал енді мөлшері өте аз элементтер, бұлар микроэлементтер. Оларға жатады екен. Дариға оқи қойшы. Темір, кобальт, мыс, мырыш, мел. Және биотоктар отыра ғой. Сонымен адамның ағзасында ең көп кездесетін 6 элемент бар екен. Олар оттегі, көміртегі, сутегі, азот және кальций, фосфор элементтері. Біз оларды органоидтер деп атайды екенбіз. Тыныс алу үдерісіне келетін болсақ, тыныс алу барлық тірі ағзалар үшін негізгі процестердің бірі екен. Барлық тірі жасушалар химиялық заттардан тұрады екен. Тірі ағзалардың арасында процестер осы реагенттердің арасында жүреді екен. Реагенттер өзгеріп, нәтижесінде өнімдер береді. Және мысал келтіретін болсақ, көміртек пен оттегінің арасындағы реакция теңдеуін алсақ, екеуін бір-бірімен әрекеттестірген кезімізде көмір қышқыл газы түзіледі екен. Мысал үдерісіне мынандай реакция теңдеулері бар. Яғни фотосинтез реакция теңдеуі және тыныс алу реакциясы. Фотосинтез дегеніміз бұл өсімдіктердің арасында, өсімдіктерде жүзеге асады екен. Яғни күннің сәулесі арқылы және қараңғыда өсімдіктердің тыныс алуы. Яғни фотосинтез процесінде өсімдіктер көмір қышқыл газын жұтып, және сумен реакцияға түседі екен. Реакция өнімде глюкоза және оттегі бөлінеді екен. Ал тыныс алу үдерісінде глюкоза оттегімен ары қарай реакцияға түсіп, көмір қышқыл газы, су және энергия бөлінеді. Тыныс алу. Глюкозадан энергияны бөліп шығару үшін
барлық тірі жасушаларда жүретін химиялық реакция. Ол көбіне аэробта тыныс алуға қатысты. Бұл жағдайда глюкоза оттекпен реакцияға түсіп, көмір қышқыл газы, су және АТФ түріндегі энергия бөлінеді. Тыныс алу оттектің қатысуынсыз да жүруі мүмкін. Ол анаэробта тыныс алу деп аталады. Бейнебаян көрдік. Енді осы бейнебаян бойынша сұрақтарға жауап бере қояйықшы. Ана, бірінші сұраққа кім жауап береді? Жансая. Тыныс алу қайда жүреді? Бейнебаянда фотосинтез процесін көрдім. Сұрағы. Екінші сұрақ бойынша жауап береді. Ал жаңа жауап береді. Тыныс алу физикалық процесс, химиялық процесс. Айсы болады екен? Химиялық процесс отырағы. Енді тыныс алу бойынша мынандай тапсырманы орындайық. Біліміңді тексер. Яғни тақтада бізде екі сурет берілген. Біріншісінде жабық ыдысқа берілген, екінші ыдыста жабық ыдыстағы өсімдік қойылған шкаф берілген. Ал сұрақты оқып, сұрақтарға жауап бере қояйық. Кім сұрақты оқып жауап береді? Ал Жұмабай. Тыныс алу үшін қандай газ қажет? Оттек. Оттек, жарайды. Келесі сұрақ. Майди жауап береді. Тыныс алу нәтижесі жылады. Енді тақтаға назар аударамыз. Тақтада мен сіздерге жаңа алған оқулықтан алған ақпарат бойынша 10 сұрақ құрастырдым. Яғни қазір сол сұрақтарға иә, жоқ деп жауап береміз. Алдарында бағалау парағына орындаймыз тапсырманы. Енді жұмыстарымызды тексере қояйық. Тақтаға қараймыз да, ал қарап шығамыз. Енді осы орындаған жұмыстарымыз бойынша әрбірек бағалау парағын түртіп қойымызды ұмытпаңдар. Ағашқа өргелеп шығып жатырмыз ба, әлде бір орында тұрмыз ба балалар? Алға жылжып жатырмыз да, әлеға жылжып жатыр екен, тамаша. Оттек жұтады екен. Оның ауадағы мөлшері оттегінің 20% екен. Яғни жаңағы адамның қанша көлемде жаңағы ауаны шығарғанын біз жұтқанын есептеуіміз керек. Ол үшін жаңағы жазамыз да. Берілгені бізге берілген көлем бізге 720 литр берілген. Оттегінің ауадағы мөлшері 20% екен. Табуымыз керек. Яғни адамның жаңағы неше ауа жұтқанын көлемін табуымыз керек. Сонымен шешуі көлемді табатын болса, яғни жаңағы адамның күніне бөлген жаңағы 720 литр оттегін, жұтқан оттегіні жаздық. Оны көбейтеміз 100%-ға, бөлеміз. Ауадағы мөлшері 20% екен. Сол кезде бізде мында шығады. Есептеуге 720-ға қысқартсақ 5, көбейтсек 3600 литр болады екен. Сонымен жауабы адамға қажетті ауаның көлемі нешеге тең екен? 3600 литрға тең екен. Енді екінші тапсырмада дайын сіздерде кесте тұр. Осы кесте бойынша сіздер өздеріңіздің салмақтарыңызды алып, ағзаларыңыздағы осы элементтердің мөлшерін есептейміз. Сонымен екінші есепті қалай шығарамыз? Яғни, өз салмақтарында аласыңдар. Мысалы, мен табайын оттегі, өзімнің ағзамдағы оттегінің жаңағы мөлшерін табайынды. Мысалы, мен 85 килограмм болатын болсам, оны көбейтемін. Оттегінің мөлшері 60-ға тең. Оны көбейтемін да, бөлемін 100%-ға. Сол кезде менде шығады. Мынаны қысқартуға болады да, 20-да 20. Яғни 85-ті көбейтемін. Мында 3.
200-тен 3-ке көбейтсек 240, 220-ті бөлеміз 5-ке, тең 21 килограмм шықты менің. Дұрыс па? Яғни сонда мен ағзамда оттегінің мөлшері 51 килограмм. Егер граммға айналдырсақ, 51-ді мыңға бөлеміз. Түсінікті, да? Так, келесі кім тақтаға шығады осы есепке? Ал Жансая шығауы. Шығауы. Так, келесі элемент көміртегін шығарамыз. Сөйлей ғой, алпысты қайдан алдық? Қандай элементті табайын деп тұрмыз? Кальций. Ал сонымен келесі есепке кім шығады? Элементке. Так, көміртегіге. Ал Дариға шығады. Көміртегі сөйлейміз. Салмағым 53 килограмм. Оны көбейтемін 0,5. Сонымен келесі элемент анықтай қойып, кім шығады? Арған шығады, да? Бөлемін. Аны сөйлеп шығарамыз. Қай элементті табасын? 0,1. Қай элементті табамыз? Көміртегіні жазамыз. Ал сонымен келесі элементті мөлшерін таба қойып. Қақтарға кім шығады? Ал Дариға шығады. Қай элементті аласың Дариға? Мөлшерін шығара қойып. Мен магний элементін алдым. Айлық мөлшері. Яғни 30 килограмм деп жазасың. Мөлшер бірін жазуды ұмытпаймыз. 30 килограммада 10% болады, 100% болады. Тағы біреу шығармыш, ал аядан шығармыш. Біз қай элемент анықтағымыз келіп тұр? Ал анықтағымыз. Соны не анықтадың, Дариға? Өтенің мөлшері 3,3 килограммға тең. Одырабой, келесі кім шығады? Ал Арман шығады. Қай элементті тапқым келіп тұр? Магний. Магний элементін табайын дейді. Ал таба ғой. Мен салмағым 53 килограмм. Оны кестедегі сонымен ағзамыздағы элементтердің қанша мөлшерде бар екенін анықтауды түсіндіңдер ме балалар? Енді қарап отырсаңдар, осы есепке қарап біз анықтауымызға болады. Жаңағы денеміздегі сүйектің салмағы неше екенін, мысалы кальцийді табу арқылы анықтауға болады, да? Жарайды. Сонымен келесі мына тақтада көріп отырсыздар, жаңа айтып кеттім, да? Егер пайыздық мөлшері 0,002-ден төмен болса, бұлар микроэлементтер дедік, ал егер одан жоғары болса, бұлар макроэлементтер дедік, да? Жарайды. Келесі. Енді тыныс алуға мынандай тапсырма берілген. Екі жабық ыдыс алынған. Бірінші ыдыста шыққан тіршілігін жояды, екіншіде шыққан тіршілігін ары қарай жалғастырады. Ал енді бүгінгі тыныс алу бойынша білімімізді тексеріп шыққан. Мына сұрақтарға жауап береміз. Тыныс алу үшін қандай газ қажет екен? Қайсысын жауап береміз? Ал жолды жауап бере ғой. Тыныс алу нәтижесінде шығарылған және жұтылған газдың құрамы қандай? Дем алған кезде оттектің мөлшері көп болады, ал дем шығарылған кезде көмірқышқыл газдың мөлшері көбейеді. Отыра ғой. Сонымен балалар, зертханалық тәжірибе жұмысымыз тақырыбы тыныс алу үдерісін зерттеу. Бірінші, қазір бейнебаянды көреміз.
көріп болғаннан соң ары қарай талдаймыз. Respiration in humans. To do the experiment, we require freshly prepared lime water, a cork with 2 holes, 2 glass tubes bent at right angles, and a boiling tube. Procedure. Pour freshly prepared lime water into the boiling tube so that it is 3/4 full. Take a cork with 2 holes and fix it into the mouth of the boiling tube. Insert the glass tubes, let us name them A and B, into the boiling tube through the cork so that the end of glass tube A dips in the lime water. Breathe out air with full force by putting your mouth at the end of tube A. Continue doing this vigorously for at least 1 minute. The bubbles of the air breathed out gradually turn the lime water milky. The only gas that can turn lime water milky is carbon dioxide. When carbon dioxide reacts with lime water, it forms calcium carbonate, thus giving lime water the milky appearance. Сонымен бейнебаяннан біз жаңағы сынауықтағы мөлдір акты суды түтікшемен үрлеген кезімізде көмір қышқыл газының бөлінгенін байқадық. Сонымен мына тәжірибеде нені байқадық балалар? Аңғарман жауап бере қойшы. Су таза болғаннан кейін оған өрлесем су қара болады. Сабағымызды қорытындылай келе, біз бүгін тақтада көріп тұрғандай микро-макро элементтерге тоқталып өттік біздермен бірге. Осы элементтер жайлы ақпарат алдыңыздар және өз ағзаларыңыздағы осы микро-макро элементтердің мөлшерінің пайыздық үлесін анықтадыңыздар. Және тыныс алу үрдісі бойынша біз сабағымыздың соңында фотосинтез процесіне және тыныс алу үдерісіне тоқталып өттік. Үйге берілетін тапсырмам микро және макро элементтер жетіспегенде болатын ауруларға слайд немесе презентация жасап келеміз және кесте сызып келіңіздер. Параграф 19-ды оқып келеміз.